Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Learning Apps бағдарламасы арқылы тапсырма жасауды үйренеміз. Ол үшін Google жүйесіне Learning Apps деп жазамыз және кіреміз. Одан кейін бізге тіркелу қажет. Ол үшін вход батырмасын басамыз. Егер сіздер бұл бағдарламаға тіркелген болсаңыз, онда логиніңізбен құпия сөзіңізді жазасыз. Ал егер тіркелмеген болсаңыз, онда emailіңізді жазасыз. Мысалы, және құпия сөз. Немесе жаңа аккаунтпен тіркеле аламыз. Мысалы, өзіміздің жеке аты жөн жеке данныйларымызды жазамыз. Мысалы, атымызды, emailімізді және құпия сөзімізді және сол құпия сөзді қайта жазамыз. Және барлық шарттарға келісеміз. Және осы жерде көрсетіліп тұрған әріптерді тереміз. Создать конту. Міне бізде өзіміздің жеке аккаунтымыз, жеке парақшамыз шықты. Және де одан кейін тапсырмамызды жасау үшін новое упражнение батырмасын басамыз. Бұл жерде тапсырма жасаудың түрлі форматы шығады. Яғни, қандай тапсырма жасағыңыз келеді? Мысалы, мен найти пару дейін. Егер де өзіңіз жасағыңыз келсе, яғни басқа тапсырма орындағыңыз келсе, создать новое упражнение батырмасын басамыз. Және де осы жерде бізде тапсырмаңыз жайлы ақпарат жазасыз. Мысалы, жануарлар әлемі деуге болады. Бұл жерде біз текст жаза аламыз, немесе сурет, немесе аудио, тіпті видеоны да тіркей аламыз. Біз бұл жерде суретті тіркеуге болады. Суретті таңдағаннан кейін бұл жерде искать картинку, использовать картинку. Бұл жерде искать картинку, яғни Google арқылы біз іздей аламыз, немесе ссылка арқылы, немесе өзіңіздің құрылғыңыздағы суретті жүктей аласыз. Бұл жерде искать картинканы басамыз. Мысалы, зебра. Міне суреті шықты. Бұны таңдай аламыз. Использовать батырмасын басамыз. Бұл жерде суреті шықты. Енді текст, мысалы, зебра. Одан кейін тағы да бұл жерде текст немесе суретті тіркеу үшін добавить следующий элемент батырмасын басамыз. Текст жазамыз, немесе сурет қоюымызға болады.
картинки, искать картинку. Мысалы, бұл жерде арыстанның суретін қоя аламыз. Мысалы, использовать. Бұл жерде суреті шықты, және де атын жазамыз. Тағы да бірнешеуін тіркеп көрейік. Бұл жерде міне суреті шықты, және соған сай атын жазамыз. Тағы да бірнешеуін таңдайық. Бұл жерде өзіңіз қалаған сабақтан, қалаған пәннен қоюыңызға болады. Және соған сәйкес текстін жазамыз. Міне осылайша біз бірнеше суретті және соған сәйкес атауларды, жануарлардың суретін және солардың атауларын жаздық. Енді балаларға, мысалы, егер де балалар оқушыларыңыз барлық суретті өз атауына сәйкестендіріп дұрыс тапқан болатын болса, онда мақтау сөзін жазуымызға болады. Мысалы, жарайсың. Барлығын дұрыс таптың деген секілді. Енді завершить и показать предварительный просмотрды басамыз. Міне бұл жерде жануарлар әлемі тапсырмасы шықты. Окты басамыз. Және осыны өтіп көрейік ендігі. Бұл жерде жануарлар және жануарлардың атауы берілген, және соны сәйкестендіреміз. Мысалы, арыстан, жылқы, зебра, және де түйе деген секілді. Және ең соңында сохранить упражнение басамыз. Ал егер де міне енді көрейік, дұрыс шықты ма екен? Міне барлығы дұрыс шыққаннан кейін бізде балаларға осындай тілек немесе мақтау сөз жазылады. Енді сохранить упражнениені басамыз. Міне бұл жерде бізде сақталды. Бұл жерде жаттығуды немесе тапсырманы, қандай да бір тапсырманы тағы да жөндегіңіз келсе, осы доработать упражнение батырмасын басамыз. Немесе бұл жаттығуды басқаларға жібергіңіз келсе, бұл жерде ссылкасы тұрады. Және де осы ссылканы сіз қалаған адамыңызға немесе оқушыларыңызға жібере аласыз. Бұны копировать етіп алайық, мысалы. Және де поделиться. Міне. Және қалған адамыңызға жіберуіңізге болады. Міне осылайша бізде осындай кішкентай балаларға, бастауыш балалардың арналған
осындай жеңіл тапсырмалар шықты. Әртүрлі тапсырманы өзіңіз жасай аласыз. Міне, енді мои упражнениені қарайық. Міне, осындай бізде жаңа жасаған тапсырмамыз шықты. Егер кетіргіңіз келсе, корзина батырмасын басуымызға болады. Все упражнение тағы да кірейік. Бұл жерде түрлі тілдер берілген, түрлі мамандық салалары берілген, және де осы категория бойынша сіз таңдай аласыз, және де осы сала бойынша жұмыс жасай аласыз. Және бұл жерде әртүрлі үлгі берілген, сол үлгіге қарай отырып жасауыңызға болады. Немесе өзіңіз жасайсыз жаңа новый упражнение, және әртүрлі форматта, мысалы. Бұл жерде викторинаны да жасауға болады. Немесе сөз жұмбақ, және тағы да басқа карта жасауға болады. Және түрлі сала бойынша сіз осындай әрі оңай, әрі тиімді тапсырмаларды жасауыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.